Тапқыр қоян ертегісі. Аңдардың патшасы арыстан барлық аңдарды шақырып, қазанға суды қайнатып, бәйге жариялайды. Кім ішіп қойса, соған сыйлық беріледі дейді. Аңдар бірінен кейін бірі келеді, бірақ қайнап тұрған суды ішуге батылдары бармайды. Ең соңында қоян келеді. Қазанды көтеріп, жан-жағына қарап айтады: суды ыстықтай ішуді өте жақсы көремін. Ендеше іше ғой, дейді аңдар шыдамсызданып. Қоян қаз-қатар тұрған аңдардың алдынан өтіп, бас-басына қазандағы ыстық суды көрсетіп шығады. Мінекей, достарым, ыстық су, өз көздерімен көріңдер. Қоян аңдарды бастан аяқ өтіп шыққанша су суиды. Сол кезде қоян қазанды басына көтеріп, суды бір-ақ ішіп тауысады. Шошыған аңдар ауыздарын ашып, көздерін жұмып қалады. Ал алданған патша қоянға көп сыйлық беріп, оны «міне, нағыз батыр» деп мақтайды.